Тәуелсіз еліміздің негізгі рәміздерінің бірі мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Тіл ұлт пен ұлтты жақындастыратын ерекше қатынас құралы. Атадан мұра болып келген ана тілімізді келешек ұрпаққа сол қалпында жеткізіп, қазақ тілінің мәртебесін қазіргі қоғамда жоғарылату бүгінгі күннің басты шарттарының бірі. Бұл мақсатта ел төңірегінде осы бағытта еңбек ететін арнайы оқу орталықтары мен курстары қарастырылған. Біздің Степногорск аймағында да дәл осы негізде жұмыс жасап келе жатқан оқыту әдістемелік орталығы 200-ден астам тыңдаушыларына мемлекеттік тілді толықтай меңгеріп шығуына сүбелі үлесін қосып отыр. 2019-2020 оқу жылында Степногорск қалалық оқыту әдістемелік орталығында мемлекеттік және азаматтық оқу курстарында оқып жатқан 323 тыңдаушымыз бар. Солардың ішінде 250 мемлекеттік тіл оқып жатыр, 53 тыңдаушымыз ағылшын тілінде оқып жатыр және латын графикасын оқып үйреніп жатқан 20 тыңдаушымыз бар. Биылғы жылы 42 айынан бастап бізде латын графикасын оқып үйрену бойынша 3 айлық курстар ашылды. Биылғы жылы бізде орталығымызда 12 топ мемлекеттік тілді оқып бітіреді, яғни 125 тыңдаушы сабақты тереңдету тобын аяқтайды. Сонымен қоса 53 ағылшын курстарын аяқтайтын тыңдаушыларымыз бар. Бұл тыңдаушылардың барлығы маусым айының соңында тест сынақтарынан өтіп, нәтижесіне орай сертификаттар алады. Бүкіл әлемді назарына аудартқан жұқпалы індет өкінішке орай біздің елімізде де айналып өтпеді. Бұл ретте республика төңірегінде карантиндік шектеулер енгізіліп, бірқатар еңбек салалары жұмысын уақытша тоқтатуға тура келді. Мұндай өзгеріс білім беру және мәдениет салаларын қашықтықтан жұмыс жүргізу форматына бейімдеді. Осы орайда жергілікті орталық мамандары білім беру жүйесін жаңа форматта тыңдаушылармен кері байланыс жасау арқылы жалғастырды. Сабақтарымыз арнайы бекітілген бағдарлама бойынша жүргізіліп отырды. Біз сабақтарымызды Facebook, Instagram, WhatsApp және Zoom әлеуметтік желілер арқылы жүзеге асырып, тыңдаушылармен кері байланыс жасадық. Сонымен қатар тыңдаушылар берілген тапсырмаларды дер кезінде орындап, жауапкершілікпен қарады. Сондай-ақ тыңдаушылардың қызығушылығын арттыру үшін біз өзіміздің орталық парақшамызға мақал-мәтелдерді жалғастыр, 2 сурет, 1 сөз және де тағы да басқа интеллектуалды тапсырмалар жүктеп отырдық. Онлайн оқытуға көшкен кезде басында қиындықтар туындаған, бірақ уақыт өте келе әдіскерлердің көмегімен интернет желісіне сүйену арқылы біз тәжірибені кішкене толықтырдық. Тыңдаушылармен кері байланыс жасалып, жұмыстарымыз жоспар бойынша іске асырылды. Жаңа форматтағы оқыту әдісі тыңдаушыларға берілген материалдарды толық алуға кедергі болмаған сыңайлы. Керісінше, дәрістер барысы зияткерлік тапсырмалар мен танымдық сабақтармен толықтырылған. Кәсіпкерлік бөліміне 2016 жылы істеуге келген. Содан бері қазақ тілінің үйренудің сабақтарына барып жүрмін. Сертификатында бар үйренген. Ары жалғастырып оқуға барып жүрмін. Бағдарлама бойынша берілген қызықты әрі пайдалы тапсырмалар ұнады. Үйренген білімдерді мен жұмыста да пайдаланып, өзім кей кезде аударма жасаймын. Сол рахмет айтам. Аптасына бізде бірнеше рет күн өтеді. Мысалы, уақыт болса көбірек қатысып үйренуге болады. Біздің бөлімімізде де көбінесе өзара неткенде жұмыс бойында қазақша сөйлесеміз. Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін жетілдіріп жүрген степногорлықтар қазақ тілі курстары ана тілімізде еркін сөйлеуге мүмкіндік беріп отырған алға тартуда. Жергілікті ұстаздардың сапалы білімдерінің нәтижесінде тыңдаушылар жұмыс барысында мемлекеттік тілде жүргізуге көшкен. На блокировка жөнінде келген хатты шығардым почтадан? Почтадан шығардым, Айғанға көрсеттім, кіріс номерін қойдық. Жарайды. Осы кіріс номеріне жарайды, ішімен план жасап жіберейін. Айғанға бере бер. Жарайды. Оқыту
оқыту әдістемелік орталығының мамандары жыл сайын тыңдаушылар санының артып отырғанын мәлімдеуде. Оның ішінде өзге ұлт өкілдерінің де қызығушылығы жоғарылап отырса керек. Бұл тұрғыда жергілікті тіл мамандары білім беру жоспарларын өзге де қосымша материалдармен толықтырып отырады. Біз өзіміз Қазтест бағдарламасы бойынша Көкшетаудың бекітіп берген стандартный жаңағы бағдарламасымен оқытамыз, сол жақтан бекітілген. Ал қосымша өзіміздің мұғалімдеріміз басқа мысалы сайттардан әртүрлі салалық сөздіктер үйретіп, әдістемелік қосымша тапсырмалар беріп отырады. Ел төңірегінде мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыру, оның қолдану аясын кеңейтіп қана қоймай, ана тілімізде сөйлейтін жас ұрпақты тәрбиелеу мақсатында қазақ әліпбиін латын графикасына ауыстыру мәселесі де қолға алынғаны баршамызға аян. Осы бағытта республика, облыс және қала аумақтарында елеулі шаралар жүзеге асырылып келуде. Көше атаулар мен ақпараттық тақтайшалар латын әліпбиіне негізделіп жазылуда. Мұның барлығы алдағы уақытта өзіндік көркемдігімен баршаны тәнті ететін қазақ тілінің абыройын асқақтатарына сеніміміз жоғары.